Қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Жақсылап жерге отырдық, молдасымызды құрып. Бөкселерімізді шығарамыз. Толықтай жерде отыру керекпіз. Егер де осындай жағдайда қиын болып жатса, сіздерге астарыңызға бір нәрсе салсаңыздар болады. Немесе йога кирпичиктер бар, осындай блоктар деп аталады. Соларды да жамбас астына салып, ыңғайлы отырсаңыздар болады. Отырдық, кеудемізді алға қарай, иықтарымызды артқа қарай айналдырамыз. Биік, ұзын болып төбемізбен жоғары қарай созылып отырамыз. Алақандар аспанға, көзімізді жұмамыз. Дем алған кезде ауаны ішке жинаймыз, ішіміз үріледі. Дем шығарған кезде ішімізді тартамыз. Ішпен дем алуға тырысамыз. Вдох және выдох, іш тартамыз. Вдох, выдох. Вдох және выдох. Дем алуды жалғастыра беріңіздер. Бүгінгі йога жаттығуларында мен сіздерге оңай және қиын түрін екеуін де көрсететін боламын. Егер де қиынды жасай алатын болсаңыздар, қиын түрін жасайсыздар. Қиыны қиын болып жатса, онда оңай түрін жасайсыздар. Бұл комплекс сонымен қатар грыжасы бар адамдарға және де бүкірейіп жүретін және осанкасы бұзылған адамдарға өте пайдалы болады. Бел арқа ауырса, тем более жасау керек. Өйткені бұл комплекс арқаның бұлшықеттерін нығайтады. Дем алуды жалғастырамыз. Дем шығардық. Дем аламыз. Ауаны ішке жинаймыз. Және де өкпемізге де көтереміз. Толтырамыз. Толықтай терең тыныс аламыз. Выдох, бірінші өкпеден шығарамыз. Сосын ішімізді тартамыз. Вдох, қайтадан ішке жинадық. Өкпемізге де толтырамыз. Выдох, өкпеден. Және ішіміз. Дәл осылай жалғастырамыз. Бар назарыңызды тек қана тыныс алу процесіне аударыңыздар. Ойлар келіп жатса тоқтатыңыздар. Ал енді бастасақ болады. Дем шығарды. Енді жаттығуымызға кірісеміз. Ал жаттығуымызға кірісеміз. Кішкентай разминкадан бастаймыз. Ол алақандарымызды кеудемізге қойдық. Екеуін бір-біріне жабыстырып. Мынау бірінші дем алдық. Дем шығарған кезде саусақтарымызды айқастырамыз да алға қарай итереміз. Арқамызды бүкірейтеміз. Басымыз еңкейеді. Жақсылап созамыз жауырынды және иықтарды. Дем алдық. Дем шығарған кезде қолдарымызды жоғары қарай тартамыз. Артқа қарай тартамыз. Кеудемізді алға береміз. Дем алдық. Дем шығардық. Шынтақтарымызды артқа қарай тартамыз. Төмен қарай жайлап түсіреміз. Дем алдық. Дем шығардық. Артқы жақтан қолдарымызды айқастырдық. Мойнымызды созамыз. Және де қолдарымыз да бірге созылады. Дем алдық, дем шығардық. Алға қарай еңкейеміз. Қолдарымызды жоғары қарай тартамыз. Дем алдық. Дем шығардық. Алақандарды біріктіреміз. Артқа қарай шалқаямыз. Дем алдық, дем шығардық. Ортаға келдік. Енді дәл осыны мен сізге жанымен көрсетемін. Менімен бірге жасаңыздар. Дем алдық. Вдох. Және выдох. Вдохтан бастаймыз, дем алудан. Выдох. Бір. Вдох, выдох. Екі. Вдох, выдох. Үш. Вдох, выдох. Төрт. Вдох, выдох.
5. Вдох, выдох. 6. Вдох, выдох, 7. Тағы да бірнеше айналым жасаймыз. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Мінекей жауырындарды жабыстыру керек. Мына жерде жақсылап ашамыз. Иық қуысын. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Қолдарымызды, саусақтарымызды айқастырдық. Созамыз артқа қарай. Жауырындарды жабыстырдық бір-біріне. Вдох, выдох. Еңкейеміз. Қолымызды барынша жоғары қарай тартамыз. Вдох, выдох. Шалқаямыз. Вдох, выдох. Орнымызға келдік. 3 айналым жасадық. 5-тен 10-ға дейін жасасақ болады. Вдох, выдох. 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 Ал енді соңғы айналымы. Вдох, выдох. 1. Вдох, выдох. 2. Вдох, выдох. 3. Вдох, выдох. 4. Вдох, выдох. 5. Вдох, выдох. 6. Вдох, выдох, 7. Орнымызға келдік. Осының өзі бізге кәдімгідей мойын, омыртқаны, жауырынды және иықтарымызға керемет разминка болды. Қазір енді сәл ғана скрутка жасаймыз, яғни омыртқаны айналдыру керек болады. Вдох, жоғары қарай көтердік. Төсімізді жақсылап көтеру керекпіз. Мына жерде ішімізді, кеудемізді. Сосын выдох кезінде дәл осы көтеріңкі түрден оңға қарай бұрамыз. Қолдарымызды төмен түсіреміз. Көзімізді оң қолдың бас бармағына. Вдох, жоғары қарай көтердік. Тағы да кеудемізді көтереміз. Дәл осы күйінде солға қарай бұрамыз. Вдох. Және выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Осы жерде бір 5 секундтай ұстап тұрсақ болады. 1, 2, 3, 4, 5. Жоғары қарай көтердік. Және выдох. 5 секунд ұстап тұрамыз. 1, 2, 3, 4, 7, 5. Жақсы, енді жан жаққа қарай созыламыз. Оң қолды жоғары қарай көтердік. Иықты жоғары қарай шығарамыз. Выдох, солға қарай еңкейеміз. Қолымызды алға қарай асырып жібермейміз. Құлақтың қасында тұру керек. Жамбасты да көтермейміз былай. Жамбас толықтай жерде жату керек. Вдох, көтерілдік. Екінші қол. Вдох, выдох, жақсылап создық. Бірінші жоғары қарай, сосын оңға қарай созамыз. Вдох, көтерілдік. Выдох. Вдох, көтерілдік. Выдох. Вдох. Үшінші рет. Соңғы рет. Және көтерілдік. Ол жаққа аяқтаймыз. Жақсы, біздің разминкамыз аяқталды. Енді бізге жаймендеп тұру керек болады. Ковриктің басына тұрамыз. Мінекей. Екі табанды біріктірдік. Тізелерді жоғары қарай тартамыз. Бүкселерімізді тартамыз. Ішті тарттық, құйрықты ішке қарай айналдырамыз. Иықтарымызды артқа қарай айналдырдық. Қолдарымыз мығым тұрады. Алға қараймыз. Төбемізбен жоғары қарай созылып тұрамыз. Ішпен дем аламыз. Вдох, қолдарымыз жоғары қарай көтердік.
Қолымыз ашық болады. Бірінші бүкселерді қатты ұстадық, сосын шалқаямыз. Ойдық, ортаға келдік қайтадан. Бір қалыпқа келдік. Осы жерден оң аяқ артқа қарай қадам жасайды. Мінекей қадам жасадық. Қазір Вирабхадрасана 1 деген бар. Позы ойыны, соның бірінші вариациясын жасаймыз. Яғни алдыңғы аяғымыз, сол аяғымыз тізесі бүгулі. Және де тіземіз өкшенің дәл үстінде тұру керек. Мынауымыз қате болады. Өйткені тіземізге қауіпті. Тізенің өкшенің дәл үстіне келдік. Артқы аяғымыз түзеу тұру керек. Және де табан қиғашынан тұру керек. Екі линия бір-біріне соқтығыспайды. Екеуі параллельно тұр, екі өкше. Және де табан ұшы жанға қарайды. Аяқтарды қойып алдық. Құйрықты ішке қарай айналдырамыз. Жамбасты тура алға қарай бұрамыз. Иықтың астында түсу керек. Беккен кезде түсу керек. Сіздер аяқтың артқы жағын тартылғанын сезесіздер, және де ішкі жағын тартылғанын сезесіздер. Қиын болып бара жатса, әрине өкшені көтеруге болады. Қолдарымыз жоғары қарай көтердік. Құлақтың қасында, құлақтың артына қарай қоямыз. Мінекей, және де көзіміз алға қарайды. Мынау оңай түрі. Қазір сәл қиындататын болсақ, онда алақандарымызды біріктіреміз, және де көзіміз бас бармаққа қарайды. Қайсысын жасай аласыздар, соны жасаңыздар. Осы жерден 5 терең дем алып, терең дем шығарамыз. 1, 2, 3, 4 және 5. Қолдарымызды төмен қарай түсірдік. Артқы табанды параллельно, яғни перпендикулярны қоямыз. Тік бұрыш жасадық. Мына өкшенің түзеуі мына өкшеге тию керек. Және де аяқтың ұшы тура алға қарайды. Жамбасты аштық, ашық, бүйтіп бұрылмаймыз, тура алға қаратамыз. Мына жерде көп қате, мына жерде тізелеріміз алға қарай шығып кетеді. Өкшенің үстінде тұрады всегда. Әрқашан өкшенің үстіне қоямыз. Қолдарымызды, иықтарымызды бұрдық, тура алға қараттық. Қолдарымызды жерге параллельно. Төбемізбен жоғары қарай созылып тұрамыз. Дұрыстап алғаннан кейін барып, мойнымызды, басымызды солға қарай бұрамыз. Көзімізді ортаңғы саусаққа қоямыз. 5 терең дем аламыз. 3, 4, және соңғысы вдох, және выдох. Жақсы, алға қарай қадам жасаймыз. Бүкселерді қатайттық қайтадан. Ішімізді барлығы жоғары қарай шалқаямыз. Ортаға келді қайтадан. Енді сол аяқ артқа қарай қадам жасайды. Дәл манағыдай алдыңғы өкшеміздің үстінде тіземізді қоямыз. Артқы аяғымыз 45 градуспен бұрылып тұр. Құйрықты ішке қарай айналдырдық, ішті тарттық. Жамбасты тура алға қаратамыз. Иықтар артқа қарай, қолдарымыз жоғарыда. Алақандар ашық болады, және көзіміз алға қаратамыз. Бұл оңай түрі. Қиындатсақ, алақандарымызды біріктіреміз, және бас бармаққа қараймыз. 5 толық дем аламыз. 1, 2, 3, 4, және 5. Кері ашылдық мына жерде. Мен қазір аяғымды ауыстырып алайын, кері жасаймыз. Бетіп жасап жатырмыз. Ашылдық, табанымызды тура алға қараттық, тіземізді өкшенің үстіне келтірдік, жамбас, иықтар алға қарайды.
Қолдарымыз жерге параллельно. Құйрық шошамайды, құйрық ішке қарай ішті тартамыз. Тұрып алғаннан кейін басымызды оңға қарай бұрамыз. 1, 2, 3, 4, аяқтарымызды сәл ғана жинасақ болады. Ковриктің басына қайтадан келдік. Тізелерді жоғары қарай тартамыз, бөкселерді жақсылап тарттық, ішімізді ішке қарай, құйрықты ішке қарай, ішімізді тартамыз. Аяқтар артқа қарай айналдық. Қолдарымыз жоғарыда, шалқаяқ. Выдох, алға қарай тартыламыз. Егер де грыжа бар болса, белі омыртқада, ол кезде міндетті түрде тіземізді бүгеміз. Жақсылап құшақтаймыз өзіміздің аяқтарымызды. Желкені, мойынды барлығын дем алдырамыз. Қолдарымызды жерге қойсақ болады, мына жерде. Саусақтардың арасын ашамыз. Саусақтардың ұштарын жерге тіредік. Оң аяқ артқа қарай, және де сол аяқ артқа қарай. Қойдық. Енді кезек бізде собака морды вниз, артқы мұх башвасана деп аталады, немесе бірінші құйрық жоғары қарай кетеді. Демізді бүксек болады, және де өкшеде көтерілсе болады. Немесе өкшеміз жерге тисе, онда тигіземіз. Бірақ арқамыз міндетті түрде түзу болу керек. Аяқтардың арттарын кезекпен кезек көтереміз, созамыз. Енді тағы да тартылып созыламыз. Бұл жерде ішті тарту керек, жыныс мүшелерін және де анусты тартып ұстап тұру керек. Көзімізді кіндікке бұрған дұрыс. Жақсы, жаймендеп тіземізді жерге тигіздік, және де ішпен жатамыз. Қолдарымызды жамбастың астына салдық. Екі табандарды біріктірдік, яғни бас бармақтарды біріктіреміз. Аяқтарымызды екеуін түзу күйінде көтереміз. Бүгіп көтерудің қажеті жоқ, түзу күйінде тізелерді жоғары қарай көтердік. 10 секунд осы жерде ұстап тұрамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Төмен. Дем алып алсақ болады. Кеттік. Вдох көтердік. Выдох сүреміз. Вдох. Выдох 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, және соңғысы 10. Сәл дем алсақ болады. Енді көтереміз тоже. Табандар біріктірдік, көтереміз. Статикада тұрамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Аяқтарымызды сүрдік, қолдарымызды шығарамыз. Дем алсақ болады.
келесі жаттығуымызда бізге қолдарымызды көтеру керек болады. Кеудемізді көтереміз, барынша қаншалықты көтере аламыз, соншалықты көтереміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дем аламыз. Тағы да екінші подход жасаймыз. Аяқтарымыз жерде көтермейміз, тек қана кеудемізді көтереміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 және 10. Төмен түстік. Ал енді үшінші подходын жасаймыз. Аяқтарымызды көтерсек болады бірге, бірақ бармақтар бір-біріне тиіп тұру керек. Кеудемізді көтереміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Төмен түстік. Арқамызбен жатамыз. Енді тізелерімізді өзімізге қарай тартамыз. Қолмен ұстасақ болады, немесе құшақтай алатын мүмкіндік болса, онда құшақтаймыз. Әрбір дем шығарған кезде барлық бұлшықетті босатамыз. Выдох, босаттық. Вдох, выдох, босатамыз. Выдох, босатамыз. Вдох және выдох. Екі тізені біріктірдік. Қолдарымызды екі жаққа қарай жатқыздық. Екі тізені қатарынан бірге, тізелерді айырып жібермейміз, бірге ұстаймыз. Иықтарды көтермейміз жерден. Выдох кезінде солға қарай, өзіміз оңға қараймыз. Вдох көтердік, екі тізені бірге, қатарынан оңға қарай, өзіміз солға қарай. Вдох көтердік. Келесі дәл осылай жалғастырамыз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 және 10. Осы жерде қаламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Көтердік. Екінші жаққа қарай жатқызамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Аяқтарды жаямыз. Қолдарымызды денемізден ыңғайлы арақашықтыққа жатқызамыз. Алақанды аспанға қаратамыз. Денеміз толықтай суығанша, немесе деміміз тоқталғанша көзімізді жұмып жатамыз. Әрбір дем шығарған сайын барлық бұлшықетті босатуға тырысыңыздар.